Құрметті көрермендер, Бабалар ізімен арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомызда біз қазақ халқының қорқыныш пен жамандық шақыратын ырым-тыйымдары жайлы сөз қозғаймыз. Қазақтың ұғымында қорқыныш тек қана сезім емес, ол жамандықты шақыратын, сақтануға тиіс нәрсе ретінде қабылданған. Бұл ұғымдардың түп тамыры тереңде жатыр, ал біздің ата-бабаларымыз оны өмір сүру салтында қолданған. Ырым-тыйымдар ұрпақтан ұрпаққа берілген рухани мұра. Олар біздің дүниетанымымыздың, мәдениетіміздің айнасы, сонымен қазақтың қорқынышқа қатысты ырым-тыйымдары қандай? Біз бұл сұраққа бүгінгі видеомызда жауап іздеп көреміз. Олай болса, кеттік, ал сіздер біздің арнаға әлі тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде жазылып, лайк басып қойыңыздар. Осылайша бізбен бірге қазақтың рухани байлығына тереңірек үңіліңіздер. Тіпті тербетпе баласы өліп бақы сөніп, өз иегі өртенген содан ес алаң күйге түскен әйел ғана солай істейді. Бос тұрған бесікке шайтан баласын салып кететін көрінеді. Бос тұрған бесікті тербету шайтанның баласын тербеткеннен бірдей. Табардырықты баспа өлім шыққан, жау шапқан қаралы үйге ұшыраған үйлерде ғана табардырық басылады. Жаман суық хабар айтқысы келетін адам табардырықта тұрып есікті керіп аузына қамшыны тістеп тұрып жеткізген. Үйге қарай жүгірме. Қазақ екі жағдайда ғана үйге қарай жүгірген: бірі елге жау шапқан хабарды жұртқа тезірек жеткізу үшін, енді бірі қаралы хабар келгенде ғана үйге қарай жүгірген. Сондықтан да үлкендер жамандық шақырады деп үйге қарай жүгіруге тыйым салған. Кешқұрым ұйықтама. Кешке таман ұйықтаған адам ұйықтағандай болмайды, одан сайын екі есе шаршап тұрады. Мұның себебі кешқұрым жын-шайтандар белсенді болады. Олар ұйықтап жатқан адамның басына кебін кигізіп кететін көрінеді. Содан адам мен зең күйге ұшырайды, тіпті басылып қалуы да ғажап емес. Түнде суға барма. Түнде суға барса су перісі ұруы әбден мүмкін, себебі судың да иесі болады. Су перісі ұрса адамның есі ауып ақылынан адасып жақы қарысып қалады. Мұндай жағдайлар шын өмірде болған. Жағынды таянба, бетінді баспа. Қайғы кәсірден әбден қаршыған адам ғана бетін басып жағын таянат. Сондай-ақ ұятан безіп жасаған арсыз ісін барша жұрт біліп қара бет болған адам ғана бетін басып жағын таянат. Амалы құрып аяласы таусылған адам ғана сол күйге түседі. Міне, бүгінгі видеомызда қазақтың қорқыныш пен жамандық шақыратын ырым-тыйымдарына тоқталдық. Ата-бабамыздың дүниетанымы мен өмірлік қағидалары терең мәнге ие болған. Сондықтан оларды білу әрі сақтау біздің міндетіміз. Егер видео ұнаса, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ал арнаға әлі тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, жаңа видеоларды өткізіп алмау үшін қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Бабалар ізімен арнасы. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.